Дүниежүзілік вирустық гепатиттен күрес күніне арналған сіздерге гепатит туралы кішкене мәлімет беріп өтейін. Вирусты гепатит бұл екі түрде жаңағы кездеседі. Ол жедел түрі және созылмалы түрі. Бізде кейін кезде көбінесе кездесетін бұл жаңа созылмалы түрі. Себебі жедел түрі өте сирек кездесетіні, жедел вирусты гепатитке қарсы кейін кезде көп жаңағы вакциналар қолдануына байланысты бұл жедел түрі өте сирек кездеседі. Гепатит бұл қабыну, бұл ауыр бауыр тінінің жаңа қабынуы болып танылады. Мен жаңа айттым ғой, бұл гепатиттер негізінде жедел түрді және созылмалы түрі болып екіге бөлінеді. Жедел түрдегі негізгі жаңағы симптомдары бұл бауырдың жаңағы бауыр тұсының ауруы, дененің сарғаюы, көңілдің айнуы, әлсіздік болып табылады. Біз оны зертханалық тексерген кезде қан анализінде осы бауырдың негізгі көрсеткіштерінің жоғарғы болуы жаңағы көрінеді. Ол жаңа биохимиялық анализді тапсырған кезде айлты, айысты көрсеткіштері жоғары болады. Бұл жаңағы жедел түрі емделеді. Оның 90% түгелмен емделіп, 10% созылмалы түріне өтуі мүмкін. Енді созылмалы түрін айтатын болсақ, бұл созылмалы түрі 6 айдан асқаннан кейін де негізгі симптомдар сақталып, және қан анализінде осы гепатиттің, вирусты гепатиттердің болуы, бұл созылмалы гепатиттің бар екенін дәлелдейді. Бұл созылмалы гепатиттердің өзін біз, вирусты гепатиттердің өзін бірнеше түрге бөлеміз. Ол жаңа вирусты гепатит А дейміз, вирусты гепатит Б дейміз, вирусты гепатит Д деп бөлінеді. Вирусты гепатит және С деп бөлінеді. Бұлардың созылмалы түрін біз міндетті түрде диспансерлік бақылауға алып, оларды жылына 2 рет шақырып, ем қабылдап, емдейміз. Енді бұл созылмалы түріне тән белгілер көбінесе бір айқын болып белгіленбейді. Негізінде науқастарды мазалайтын әлсіздік көбінесе және қабырғаның оң жақ тұсының сыздап ауруы. Осы шағымдарға байланысты науқастар бізге қаралады. Сондай шағыммен келген кезде міндетті түрде анализ алып, осыларды вирусты гепатитке тексереміз. Тексерген кезде егер қан анализінен вирусты гепатит Б, Д, С анықталса, оны міндетті түрде диспансерлік бақылауға алып, оны емдейміз. Емдеп және пациенттерге осы аурудың алдын алу бойынша және одан арғы емделу бойынша нұсқаулар беріледі.